Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай асқабақ қосылған дәмді самса дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындау үшін ыдысымызға 2 стақан су құямыз. Оның үстінен тұз салып, сұйық майды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң 10 минутқа пакеттің ішіне салып қоямыз. Ол жақсылап демалуы керек. Одан соң осына 2 бөлікке бөліп, қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстінен еріген сары май жағып, жақсылап осылай орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып аламыз. Ол жақсылап қатуы керек. Тартылған ет, пияз, картошка, асқабақ барлығын турап, үстінен приправамызды, зира, қарабұрыш, тұз барлығын қосып араластырамыз. Пакеттегі тестамызды тоңазытқыштан шығарамыз, оны бөліктерге бөлеміз. Жайып, ортасына начинкасын салып, самсаны түйеміз. Әркім өз қалауымен жасайды. Біреулер домалақ қылады, үшбұрышты, немесе басқа да түрлерін жасасаңыздар болады. Барлығын түйіп болған соң, бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне күнжіт себеміз және 180 градус пеште жақсылап пісіріп аламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.